Арина, ол уже былай айтқанда сен өзің ойланып отырсаң, логично, что маған кім береді. Енді однозначно өйткені сен бұл жерде уже сен өзің сіңілің сенімен бірге, да, мысалға, ол қатты болған күннің өзінде де, мысалы, жарайды, күйеуің сен қалмал ретінде уже сондай нәрсені жасаса, бірақ саған ақшалай сен өзіңе беру керек. Өйткені сен өзің зат алу керексің, өзің жаңағы киім-кешек сен өзің жинайтын болу керексің бұл жерде. Вот сол. Енді мен ойлаймын, егер ер азамат жомарт болса, ол тіпті ертеңгі күні Аринаны балалар үйінде тәрбиелеген тәрбиешіге де апарып беруге, егер шамасы жетсе, оған санасы жетсе, ер азамат оны істейді. Өйткені бәрібір өзіңіз көрдіңіз бе, міне мына жақтан Аринаны бұл тақырып кішкене тиіп өтті. Мына жақта Әсел. Және Әселдің мына сөзі бәрібір бізге басқаша қарайды дегені өте ауыр. Одан да ата-аналар шешсін деп қалдырайықшы бұл мәселені, иә? Мен енді бұл Жанахан бұл жерден ойлап қалмасын, бұлар енді бір ата-анасымен шешіп, бір осында не келді. Мен бұны ешкім білмейді негізінде. Бұны мен мамам. Өзіңіздің ойыңыз, иә? Мен просто өзім ойым, просто жаңа жерде алдында кеше екеуміз сөйлесіп отырып, осы тақырып қозғалып кетті де, резко жайлап айтты да, өзімізге жинап бір нетпейміз деген осы тақырып өзіміздің арамызда қозғалды болды. Мен оны ешкім білмейді. Бұны енді қазір енді мен ата-анам көріп, қазір шок болып жатыр. Бәрі неге байланысты ғой? Әселдің ағайын туыстарына да байланысты. Егер де мысалы менің марқұм енемнің туған сіңілісі қайтыс болған, сол кезде қызы қалды артында. Сол кезде ағайын туыстарының бәрі жиналып үйленген кезде әке шешесін жоқтатпай тойында өткізді, ұзатылды да, бәрін жасап берді. Қыздың абыройы үшін. Ұлбосын ханым, бұл жерде менің туысқандарымна проблема жоқ. Олар маған даже ұзатуыңды жасап береміз деп отыр. Бұл жерде енді сол үшін кім сен қалмалды жаңағы айтқан сөзің маған да ұнаған жоқ. Жаңағы немене деді? Не деді? Аға кімге берем деген сияқты. Ағайын туыстары өздері шешіп алады оны. Мен дұрыс айтасыз, соны мен Жанахан айтып жіберейін. Нұрсұлтан? Жанахан, мен былай мен көзқарасыммен айтайын. Айтыңыз. Ізбасар Әселге уже бір әйел сияқты қарап жатқан сияқты да, мен көзіммен. Уже былай общий кассаны, уже соны ойлап жатырсың да сен, әлі той мойдың бәрін атқанса, уже общий бірге движение істеп жүрсіңдер де, уже бір үйде тұрып, оны соны ойлап жатыр Ізбасар. Ал Әсел сенің мынәрдегі қалмал тақырыбын шығарып жатқан, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ертеңгі күні тәт шай болады. Тәт шайда Ізбасардың мен мамасын бәрін көріп, олар қалмал бермеймін деп айтатын адамдар емес. Олар өздері сөйлеседі, қалмалың да бәрін полный дәстүрдің бәрін істеп тойды атқарады. Бірақ сен өйстіп бұлданып, қалмалды нәрде ортаға тастап, Ізбасарды сәл бүйтіп бәсеңдетіп жатқаның, ол бір шетінен дұрыс емес деп ойлаймын. Жанахан, мен айтайыншы, негізі Нұрсұлтанмен келіспеймін. Айтып отыр ғой, Ізбасар Әселді уже әйел ретінде көріп, солай ойлап бір касса. Егер де Ізбасар Әселді толықтай қазір әйел ретінде көрсе, оның қалай келгенмен арт жағын барлығын ойлап, ертеңгі күні саған сөз болмасын, сені қалмалсыз ала салды ғой, сені төмендетті ғой деген әңгіме болмас деп, қалмалды берем деп айтып жүреді. Ал және айтып отыр ғой, Аринаға келген кезде сенің қалмалыңды кімге береміз деген, бұл өте дұрыс емес сұрақ. Егер де ондай жағдай болып жатса, әйеліңнің Аринаға өзіне бересің. Арина, міне, мынау сенің қалың малың, дальше ары қарай сен өзің шеш деген сияқты. Ары қарай саған кім көмектеседі? Мүмкін бұл Аринанды өзін рахмет айтатын артында тұрған адамдар бар шығар. Біз білмейтін. Ол қалың малды алады да өзі ары қарай уже шешеді. Ондай негізінде, ал просто мен ойлаймын, бұл жерде Ізбасар кішкене қулыққа басып тұр. Жана ханым, өмірде бүкіл махаббат, бақытты семья айланып бәрі қалың малға тақалады дегенде, сіз өте дұрыс айттыңыз, Жана ханым. Салт бұл салт. Не обязательно. Сіздер көтеріп тастадық 10 миллион, 3 миллион, 5 не болды? Сіз өте дұрыс айттыңыз. Бар да салтын келтіріп $1000, сол қолыңнан келген 500 мың бер, оған да қызда бүйтіп тырыспау керек деп ойлаймын. Өйткені болашақта меркантильностьқа тақаймыз да біз, аяқ жағында ажырасудан болады. Арина, жыламаңыз. Сіздің қалың малыңызды біз аламыз. Уайымдамаңыз. Қосылайық ұжымы бар, біз бармыз, еш уайымдамаңыз. Дүниеңізді біз жинап береміз. Негізі Диана ханым, осы сұрақтар бәрі мен ішімде де тұрады да ше. Ертең болашақта күйеуімде бетіме басады ғой, баспайды емес деп. Содан кейін мен андай қорқам да сол нәрседен ше. Кеп бетіме айтатын. Айтып кетсе бола ма? Арина қарындасым, саған Алла жеңілдік берсін. Саған ертең некелескен жағынан саған молда сенен сұрайды, жаңағы мақырға не сұрайсың депші, оның тоже бір қалың малдың бір түрі ғой. Сол кезде бір адуши сұрап ал. Ол жетеді дұрыс па? Ана жаққа жартысын бересің, жартысын өзіне алып аласың. Бақырды айтып жатырсыз ба сіз? Иә. Енді жаңа молда сұрайды ғой некелестік деген кезде. Сол кезде айтып жатырмын да, сол моментті пайдаланып сұрап қал көбірек, жартысын ана жаққа, жартысын өзіне бересің. Енді мына жаққа, мына тарапқа қайтып кетсем бола ма? Айтыңызшы. Енді алдында Ізбасар жаңа танысуға барды ғой. Әсел жақпен. Сол кезде бір Ізбасардың бір ойынан шықпай қалды ма туысқандары ше. Енді мынау сен үшін